Ассаламу алейкум баршаңызға. Сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай сникерс пирогын пісіретін боламыз. Ең алдымен сары майымызды осылай ертіп аламыз, немесе бөлме температурасындағыда сары май жарай береді. Бетіне жұмыртқамызды, шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз үшеуін. Енді ұнымызға қопсытқышымызды, какаомызды қосып, үшеуін бөлек ыдыста жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, осылай араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді оны жаңағы сұйықтығымызға қосамыз. Осылай араластырып жіберсек те болады. Негізі венчикпен араластырсаңыздар да болады. Қолмен осылайнан қамыр илетін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Бізде қамыр осылайнан шығады. Енді қамырымызды формамызға жаятын боламыз. Қолмен жайсаңыздар дұрысырақ болады. Жанында бортиктарында қолмен шығарамыз. Мінекей дайын болды. Мендегі форма 24 см. Енді варенкамызға орехымызды қосып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Варенканың негізі сапалысын таңдағандарыңыз дұрыс. Әйтпесе, ортасындағы салмасы ақ кететін болады піскен соң. Сол үшін сапалысын таңдаңыздар. Мінекей осылай араластырып аламыз. Қою болған дұрысырақ варенкамыз. Енді варенкамызды формамызға құямыз, сосын жақсылап тұрып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Пирогымызды 180-150 градус аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогымыздың бетін осылайнан қызартып пісіріп аламыз, сонда ортасы да толықтай пісіп шығатын болады. Енді толықтай суыған соң пирогымызды формадан ажыратып аламыз. Пирогымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Енді бетіндегі глазурын дайындайтын боламыз. 1 минутта ерітетін боламыз. Әр 30 секунд сайын шоколадымызды араластырып тұрамыз. Сонда шоколадымыз күйіп кетпейді. Енді бетіне сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Себебі шоколадымыз сұйық болу үшін енді жаңағы тоңазытқыштан шыққан пирогымыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Сонда глазурымыз бірден қататын болады. Сол себепті тоңазытқышта пирогымызды сақтап алдық. Мінекей дайын болды. Енді пирогымыздың өзін 4-5 сағатқа тоңазытқышқа тағы да қалдыратын боламыз. Сонда начинкасы да, глазуры да барлығы қататын болады. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаған болса, подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Ақниет.